Биылғы жылғы түлектерге ұбт тапсыру мүмкіндігі 4 рет сақталды. Бұл қазіргі уақытта ұбт-ның бірінші кезеңі өтіп жатыр. Бұл 10 қаңтар мен 10 ақпан аралығында жүргізілетін болады. Тапсырушылардың қатарында болу үшін бұл ең бірінші мектеп қабырғасындағы оқып жүрген оқушы ретінде болу керексіздер. Сонымен қатар жоғарғы оқу орнына шартты түрде оқуға түскен студенттер оқуын ары қарай жалғастыру үшін осы ұбт-ны тапсырады. Сонымен қатар жоғарғы оқу орнында оқып, шығармашылық мамандықтан басқа мамандық иесіне ауысқысы келетіндер, олар ұбт тапсыруға міндеттеледі. Ал колледж түлектері, сонымен қатар былтырғы бітіріп кеткен оқушылар, олар наурыз айынан бастап ұбт тапсыруға мүмкіндіктері бар. Ұлттық бірыңғай тестілеудің жаңашылықтары ретінде біз айта кететін болсақ, бұл ең біріншіден ұбт-ның жаңағы пәндерінің сұрақтардың санының өзгеруіне байланысты. Бұл Қазақстан тарихы бойынша бізде жаңағы өзгерістер енгізілді. Бұл былтырлары 15 сұрақ тапсыратын болса, биылдан бастап Қазақстан тарихы бойынша 20 сұрақ тапсыру міндеттелді. Соның сәйкесінше оқу сауаттылығынан сұрақтар саны азайды. Бұл былтырғы уақытта 4 мәтін беріліп, 20 сұрақ берілетін болса, биылдан бастап 3 мәтін және 15 сұрақ беріледі. Сонымен қатар жаңа пән енгізілді. Бұл информатика пәні. Бұл IT мамандықтарға барам деген түлектер болса, ол кісілер математика, информатика бейінді пәндерін таңдап, ары қарай осы IT бағытта жалғастыру үшін осы пәндерді тапсыру міндеттеледі.